Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағы. 2-ші сыныптың өзім туралы бөлімінің нөмір 7-ші мен кеме құрастырамын деген сабағына қош келдіңіздер. Оқу мақсаттары: таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Мұғалімнің көмегімен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану. Сөйлеу барысында көптік, тәуелдік, жіктік, септік жалғауларын қолдану. Бағалау критерийлері: тақырып көлемінде қазақша қарапайым хабарлама жасай алады. Шағын мәтіндерді тыңдау барысында түсінгенін сурет, сызба арқылы көрсете алады. Бүгін сабақта танысатын жаңа сөздеріміз. Не істейсің? Что ты будешь делать? Кеме, корабль. Кеме құрастыру, строить корабль. Қайық, лодка. Теңіз, море. Тапсырманың алдында ақ парақ алып, ақ параққа кеме суретін салыңыз. Сабақтың сонында ол сурет бізге керек болады. Возьмите белый лист бумаги и нарисуйте, пожалуйста, кораблик. Этот кораблик нам пригодится в конце урока. Ал енді бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыз, өзіңіз оқыңыз, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Мен қайық жасаймын, қайықты бояймын. Әнел үй құрастырады, Әлібек пен Анна кеме құрастырады. Осы мәтін бойынша берілген сұрақтар. Мен не істеймін? Әнел не істейді? Әлібек пен Анна не істейді? Ваша задача ответить на эти 3 вопроса и получить 3 балла за 3 правильных ответа. За 1 вопрос вы получаете 1 балл. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып оқыңыз. Бұл тапсырма бойынша бір қажетті сөзді қойсаңыз, 1 балл аласыз. Егерде тапсырманы дұрыс орындасаңыз, 4 балл аласыздар. Ваша задача вместо пропущенных слов вставить нужные слова. Нужные слова даны в задании. Ваша задача. Вы получаете 4 балла за 4 правильных вставленных слова. Үшінші тапсырма. Бағандағы сөздерді сәйкестендіріп оқыңыз. Мысалы, мен кеме құрастырамын. Осы тапсырмада сіздер 3 сөйлем құрастырасыз. Дұрыс құрастырылған сөйлемдерге 3 балл аласыздар. Бірінші сөйлемде мен, екінші сөйлемде сен, үшінші сөйлемде ол деген есімдіктер болу керек. Ваша задача составить 3 предложения. За 3 правильных предложения вы получаете 3 балла. За одно предложение 1 балл. В первом предложении должно быть местоимение первого лица «мен», во втором лице местоимение второго лица «сен», в третьем предложении местоимение третьего лица «ол». Рефлексия. Егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындаған болсан, желкенді жасыл түске боя. Если тебе понравился урок и ты все задания выполнил правильно, покрась свой кораблик в зеленый цвет. Егер сен сабақта белгілі бір қиындықты кездестірген болсан, желкенді сары түске боя. Если у тебя во время урока были трудности, покрась свой кораблик в желтый цвет. Егер саған сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, ата-ананың көмегі қажет болса, желкенді қызыл түске боя.
Если во время урока у тебя были трудности, ты прибегал к помощи родителей, покрась свой кораблик в красный цвет. Біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабақ барысында біз 3 тапсырма орындадық. Ең жоғары балл 10 балл. Тапсырмалардың нәтижелері бойынша өз балдарыңызды есептеуге болады. Итак, наш урок подошел к концу. В течение урока мы выполнили 3 задания. Самый высокий балл 10 баллов. По итогам этих заданий вы можете проверить свои баллы. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды. Спасибо за внимание, урок окончен. Сабақты жүргізген қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Күлпейісова Гүлдрайхан Ақтай қызы.